Қайырлы күн оқушылар, тарих пәнінің мұғалімі Асанова Ажар Балқыбекқызы. Бүгінгі сабағымызда Қазақстан тарихындағы күрделі әрі маңызды тоқырау кезеңін қарастырамыз. Бұл жылдары Қазақстан Кеңес одағының құрамында болды және елдің дамуы орталықтан басқарылды. Сырт көзге зауыттар салынып, өндіріс өскендей көрінгенімен, іс жүзінде экономиканың тиімділігі төмен болды. Тоқырау кезеңінде қоғамда жаңашыл ойлар азайып, басқару жүйесі ескірді. Ұлттық тіл мен мәдениетке жеткілікті көңіл бөлінбеді. Қазақ тілін қолдану аясы тарылды. Мұндай мәселелер кейін қоғамдық наразылық туғызып, үлкен тарихи өзгерістерге әкелді. Бүгінгі сабақта біз осы кезеңдің себептері мен салдарын талдап, оның Қазақстан тарихында қандай із қалдырғанын түсінуге тырысамыз. Қазақстан тоқырау кезеңінде балалар 1965-1985 жылдар Қазақстан тарихында тоқырау жылдары деп аталады. Бұл кезеңде Қазақстан экономикасы техникалық прогреске қабілетсіз, қарапайым жағдайда дамыды. Өнеркәсіп пен өндіріс орындары қажетті өнім мен табыс бере алмады, дағдарысқа ұшырады. Экономиканың дамуы баяулап, қоғамда тоқырау байқалды. Кеңес одағындағы саяси өзгерістер 1964 жылы КОК орталық комитетінің қазан пленумында партия мен ел басшылығы ауысты. КСРО жоғары саяси басшылығындағы топ Хрущевті орнынан алуды құпия түрде дайындады. Нәтижесінде КОК бас хатшысы болып Леонид Ильич Брежнев сайланды. Ол 1964-1982 жылдары ел басқарды. Бұл кезеңде басқарудың әміршіл-әкімшіл жүйесі күшейді. Қазақстанның қоғамдық саяси дамуы. Ұлттық саясат саласындағы бұрмалаушылықтар КСРО мен Қазақстан аумақтарында тұратын халықтарды ассимиляциялау және орыстандыру әрекеттері республиканың көптеген азаматтарының наразылығы мен қарсылығын туғызды. Жас тұлпар 1962-1966 жылдары Мәскеуде оқып жүрген қазақ жастарының бейресми қоғамдық ұйымы. Мақаш Тәтімов, Сәбит Қазақ-Қатаев, Мұрат Әуезовтер жас тұлпар жасырын қоғамдық ұйымын құрып, саяси және ағартушылық қызметпен айналысты. Болатхан Тайжан, Марат Сембин, Қайрат Қадыржанов, Ғаділбек Шалахметов осы ұйымның белсенді мүшелері болды. Жас тұлпар тобына қатысушылар КОКП-ның ұлттық саясатының негізгі ережелерін қайта қарауды талап етті. Ұлттық республикалардың мәртебесін көтеру және құқықтарын кеңейту идеяларын ұсынды. Жастардың Астыртын және бейресми ұйымдары. Қарағандыда Астыртын есеп партиясы, Павлодарда Жас ұлан ұйымы құрылды. Екі ұйымда да бағдарлама жарғысы бөлімдері болды және өңірлермен байланысты жолға қойды. Бұл саны аз ұйымдардың белгіленген мақсаты қазақ мәдениеті мен тілін қорғау, республиканың аумақтық бір тұтастығын талап ету болды. Көп ұзамай оларды КСРО мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің органдары күшпен таратты. Жас ұландар 1969 жыл, Павлодар. Суретте көрсетілген мүшелері Рашид Бейсекеев, Арман Қаниев, Болат Кәкежанов. 1973-1974 жылдары КазМУ-дың тарих факультеті студенттерінің арасында Сарыарқа тобы пайда болды. Оның өз жарғысы болды және бағдарламалық мақсаттар ретінде Қазақстанның мәртебесін көтеру, ұлттық тіл мен мәдениетті қайта дамытуды белгіледі. 20 ғасырдың 70 жылдары жастардың осындай 20-ға жуық бейресми ұйымдары болған. Диссидент дегеніміз басқаша ойлайтын адам. 70 жылдардан бастап КСР аумағында диссиденттік қозғалыс кең тарай бастады. Кеңес мемлекетінің саясаты мен идеологиясын сын көзбен қабылдаған азаматтар диссиденттер қатарына жатқызылды. Олар қуғынға ұшырады, түрмеге қамалды, кейбіреулері шетелге кетуге мәжбүр болды. Қазақстанда диссиденттер қатарында Махмет Құлмағанбетов, Хасен Қожахметов болды. Махмет Құлмағанбетов 1962 жылы кеңестік тәртіпке қарсы шыққаны үшін тұтқындалып, 7 жылға сотталды. 1975 жылы Олжас Сүлейменовтің Ас-Ия кітабы жарық көрді. Кітапта түркі-славян мәдениеттерінің байланысы көрсетілді. Кеңес билігі бұл еңбекті ұлтшылдық деп бағалап кітапқа тыйым салды. 1979 жылы 31 мамырда КОК Қазақстан аумағында неміс автономиялық облысын құру туралы қаулы қабылдады. Бұл шешім қазақ халқының наразылығын туғызды. 16 маусымда Целиноград қаласында жастар шеруге шығып, Қазақстан бөлінбейді деген ұран көтерді.
Бұл оқиға тарихта Целиноград оқиғасы деп аталды және ұлттық сананың өскенін көрсетті. 1979 жылы 31 мамырда Көкбөп, Қазақстан аумағында неміс автономиялық облысын құру туралы қаулы қабылдады. Бұл шешім қазақ халқының мүддесімен санаспау болды. 16 маусымда Целиноград қаласында қазақ жастарының наразылық шері өтті. Олар Қазақстан бөлінбейді, неміс автономиясына жол жоқ деген ұрандар көтерді. Бұл оқиға тарихта Целиноград оқиғасы деп аталды. Оқушылар үйге тапсырма. Тоқырау жылдарындағы жастардың көзқарасы тақырыбында шағын эссе жазу. Сәттілік тілеймін.